23-ші сабақ. Ата сөзі алтын сөз. Бата жақсы тілек білдіру. Ол ұлттық дәстүр. Батаны көбіне құрметті ақсақалдар, атақты адамдар береді. Тілек ретінде балалар да жаттап алады. Атаның мән беріп ден қойғанда, терең ойға батасың. Шілдехана тойларда береді атам батасын. Әр сөзінің ақырын жақсылыққа тірейді. Қадап айтып ақылын, көпке бақыт тілейді. Кім сүймейді атасын, асқар таудай көрінген, бөбекке айтар батасын жаттап алған едім мен. Жүйрік тілді ақын бол, жақсыларға жақын бол, достарыңмен тату бол, дұшпаныңа қату бол. Ұсақ болма, ірі бол, өз ортаңның гүлі бол, ата-анаңның көзінің сөнбей тұғын нұры бол. Кім болсаң да әйтеуір азаматтың бірі бол, туған елдің ұлы бол. Ойға тоқы, парқын сез, ата сөзі алтын сөз. Несіпбек Айтұлы. Несіпбек Айтұлы балалар ақыны. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Тарбағатай аймағында туған. Бүрі тостаған, күміс күйме және тағы басқа өлеңдер жинағы мен ертегілері бар.